Қатпарлы самса жасайтын боламыз. Қамыры магазиннің қамырынан кем болмай шығады. Оған бізге керек 1 стакан жылы су, дрожж, тұз және де ұн. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Ол қамырымыз илеп қойып, июі қанғанша қойып қоямыз 15 минутқа. Одан кейін июі қанған қамырымыз 3 бөлікке бөліп, жұқалап жайып алатын боламыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін оның арасына сары май жағып, орап, рулетте қылып, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Одан кейін біздер ол дайын болам дегенше начинкасын дайындайтын боламыз. Оған бізге салмасына тауық еті, кішкене зира, пияз және де қара бұрышпенен тұз қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін біздің дайын болған қамырымызды алып, бөліктерге бөлініп, осылайынан әдемі болып шығатын болады қамырымыз. Бөліктерге бөліп алғаннан кейін оны самса қылып түйіп шығатын боламыз. Самсаларымызды барлығын түйіп алып, духовкаға 180 градуста 30-40 минутқа жіберетін боламыз. Әркім духовкасы әртүрлі, сондықтан өздеріңізге қарай қоя берсеңіздер болады. Қамырымыз осындай әдемі қатпарлы болып шығатын болады. Самсамызға зира қосқаннан кейін дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Барлықтарыңыз ас болсын. Егер менің видеом ұнаған болатын болса, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздерші. Сіздер самсаны қалай дайындайсыздар? Дайын қамыр сатып аласыздар ма? Әлде қамырын осылай мен құсап жайып жүресіздер ме? Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.